Жалғыздық міндетті түрде жалғыз болу дегенді білдірмейді. Кейде біз терең тыныштықта өзімізді табамыз. Кез келген адам қателеседі, бірақ ақымақ адам ғана өз қателігінде табандылық танытады. Күмәндану арқылы біз шындыққа келеміз. Жалғыздық бізге ойлауға уақыт береді, ал ойлану өзімізді жақсырақ түсінуге көмектеседі. Уақыт біздегі ең құнды нәрсе. Жалғыздық бұл ішкі өсу және өзін өзі ашу үшін қажетті уақыт. Әрекетсіз білім бостық. Жалғыздықта біз өз ойларымызды тыңдауды және өз қалауларымызды білуді үйренеміз. Жалғыздықта біз өзімізді ғана емес, күш пен тәуелсіздігімізді де табамыз. Тағдыр бұл өз қалауымыздың орындалуынан басқа ештеңе емес. Жалғыз болсаңыз, сізді не бақытты ететінін жақсырақ түсінесіз. Дүние кітап, саяхаттамайтындар бір бетті ғана оқиды. Жалғыздық бостық емес, өзіңізді мағынамен толтыру мүмкіндігі. Бақытты өмір жан тыныштығынан басталады. Жалғыздық бұл сенің ең жақын досыңа айналған сәт. Өмір сүру ойлау деген сөз. Мен өмірімнің өзгеруін жылдар бойы күттім, бірақ қазір оның менің өзгеруімді күткенін білемін. Сен өлгенде достарың сағынатындай өмір сүр. Жалғыз болғанда сіз өзіңіздің ойларыңыз бен сезімдеріңізге тереңірек ене аласыз. Бай және атақты болудан гөрі жақсы адам болу маңыздырақ. Күн сайын болатын ең маңызды кездесу өзіңмен кездесу. Өзін басқара алмайтын адам басқаларды басқара алмайды. Ең үлкен жау сен аз қараған жерге тығылады. Жалғыздық бұл өзіңмен және айналаңдағы әлеммен үйлесім тапқан сәт. Бақыт мақсат емес, жақсы өмір салтының жанама әсері. Адамдар сенгісі келетін нәрсеге ерікті түрде сенеді. Жалғыздық бұл оқшаулану емес, бірақ сіздің көз қарасыңызды тарылтудан қорықпай өзіңізбен сөйлесу қабілеті. Ақылды адам көп білетін адам емес, көп нәрсені түсінетін адам. Өлімді күтіп өмір сүргенше бірден өлген жақсы. Жалғыздық бұл сізді шынымен шабыттандыратын және бақытты ететін нәрсені таба алатын уақыт. Өзгелердің бақытын ойлай отырып, біз өз бақытымызды табамыз. Үміт бар жерде қорқыныш бар. Қорқыныш әрқашан үмітке толы. Үміт әрқашан қорқынышқа толы. Өзіңізде жоқ нәрсені тілеу арқылы сізде бар әсерді бұзбаңыз. Есіңізде болсын. Бір кездері сіз тек қазір қолыңызда бар нәрсені аламын деп үміттендіңіз. Қалағандар жол іздейді, қаламағандар себеп іздейді. Сыннан аулақ болудың бір ғана жолы бар. Ештеңе жасама, ештеңе айтпа және ештеңе болма. Дегенмен маған қажет емес нәрселер өте көп. Не болса да үйлен. Жақсы әйел алсаң, ерекше боласың. Жаман әйел алсаң, философ боласың. Қазіргі уақытта мақтанатын ештеңе болмаса, олар кешегі еңбегімен мақтанады. Сіз киіміңізде талғампаз болуға тырысыңыз, бірақ сәнді емес. Рахымдылықтың белгісі әдептілік, ал азаптың белгісі артықтық. Қайғы әкелетін ләззаттан аулақ бол. Ләззат жақсы, бірақ өкініш тудырмағанда ғана. Кедейлік мүліктің азаюынан емес, тойымсыздықтың көбеюінен тұрады. Ең қажетті ғылым, қажетсізді ұмыту ғылымы. Тат темірді жейтіні сияқты қызғаныш та өз мінезін жейді. Әр күніңізге өміріңіздегі ең әдемі күн болуға мүмкіндік беріңіз. Сіз көп тұратын үйде немесе ешкім тұрмаған үйде тұруыңыз маңызды ма? Мыңдаған адамдар жүзіп кеткен кемеде немесе әлі ешкім жүзбеген кемеде жүзу маңызды ма? Бәрі бірдей. Адамды ұзақ әрекетсіздіктен артық бұзатын ештеңе жоқ. Тек құлағанды көтеру үшін еңкейіңіз. Әрқашан мақтаныштан гөрі ақыл, парасат көп болсын.
әр түнде өзіңізге қандай жақсылық жасадым деп сұраңыз. Әрқашан кітапханаңызда жаңа кітап, бақшаңызда жаңа гүл болсын. Біз бар болған кезде өлім жоқ. Өлім бар кезде біз енді жоқпыз. Әйеліңіз бен балаларыңызды өзіңізден артық жақсы көріңіз. Адамдардан алғыс күтпеңіз, және олар сізге алғыс айтпаса ренжімеңіз. Өмірден тыс жерде қорқынышты ештеңе жоқ екенін шынымен түсінетін адамдар үшін өмірде қорқынышты ештеңе жоқ. Өлім біз үшін ештеңе емес деп ойлауға дағдыланыңыз. Өйткені бәрі жақсы да, жаман да сезімде жатыр, ал өлім сезімнен айыру. Ақылды адам көңілді жайдары дос таңдайды. Егер сіз жалғыздықтан ләззат алсаңыз, бұл сіздің ішкі күш-қуатыңыз бен тәуелсіз ойлау қабілетіңіздің белгісі. Жалғыздықтан ләззат алатын адам өмірдің қарапайымдылығынан ләззат алу үшін оңаша қалған сәттерді бағалай алады. Бақытқа апаратын бір ғана жол бар. Біздің қолымыздан келмейтін нәрселерге алаңдамау. Әрқашан екі рет есіңе ал. Бірі зұлым ойларға бойсынып, нәпсіге рахаттанатын қазіргі уақытта, екіншісі оған тойып, өкініп, өзіңді сөгетін уақытта. Сізге не болғаны маңызды емес, сіздің болып жатқан нәрсеге деген көз қарасыңыз маңызды. Кештің не әкелетінін білмейсің. Жалғыздық бұл әлемнен жалғыз болу емес, құндылықтар мен мақсаттарды жақсырақ түсіну үшін өзіңізбен жалғыз болу. Жаңғақ жегісі келетін адам қабығын бұзуы керек. Тәтті бар жерде ащы да бар. Оңай қол жетімді нәрсенің құндылығы шамалы. Сұраныс бар нәрсе ең жақсы болып көрінеді. Мүмкіндігінше өмір сүріңіз, өйткені сіз қалағандай өмір сүре алмайсыз. Адамдарға жақсылықтан гөрі жамандық үшін төлеу оңайырақ, өйткені шүкіршілік жүк, ал кек алу рахат. Бақытты өмір жан тыныштығынан басталады. Жер бетінде үйден артық жер жоқ. Тамшы тасты күшпен емес, жиі құлау арқылы кеседі. Алтын отпен, әйел алтынмен, еркек әйелмен сыналады. Саздан жасалған ыдыстарды күмістей пайдаланатын адам ұлы, ал күмісті балшықтай пайдаланатын адам одан кем емес. Жақсы өмір сүргенімізді күндер емес, жылдар емес, жан дүниеміз анықтайды. Кез келген жақсылық біздің қуанышымыз емес, егер оған жалғыз иелік етсек. Сіз ұзақ өмір сүру туралы емес, жақсы өмір сүру туралы алаңдауыңыз керек. Біз үшін ең бастысы қашанда үйірінің соңынан жүгіретін керек жаққа емес, бәрі баратын жерге қарай жүгіретін қойлар сияқты болмау.